Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы циститті үй жағдайында емдеу әдістері. Егер тақырып өзекті болатын болса, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде каналға жазылып, еңбегімді бағалап, лайк немесе дизлайк қойып, пікірге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Құрметті қыз-келіншектер, сіздерге арнайы телеграмда гинекологпен сұхбат атты менің жүргізуімен арнайы канал бар. Ол каналға жазылып алсаңыздар, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға, әсіресе әйел жыныс ағзаларының денсаулығы туралы көптеген ақпараттарды беретін боламын. Және арнайы сұрақ-жауап эфирі бар. Сол жерде айдары бар. Сол жерден өздеріңізді мазалаған кез келген сұрақты гинеколог және де басқа мамандарға қоя аласыздар. Сілтемесін төменге қалдырдым. Жалпы цистит дегеніміз ол зәр шығару ағзаларының бірі қуықтың қабынуы. Яғни тек қуыққа суық тиген жағдайда цистит деген ауру пайда болады. Циститтің негізгі қоздырғышы ол микроорганизмдер, бізге көрінбейтін, бірақ бар микроорганизмдердің әсерінен, көп болуы нәтижесінен біздің қуықта көп мөлшерде санның артып кетуіне байланысты цистит пайда болады. Ол бактериалды болуы мүмкін, вирусты болуы мүмкін, қарапайым болуы мүмкін. Бірақ қазіргі таңда жүйке жүйесімен байланысты осы цистит жиі кездесіп жатыр. Яғни сіздің көңіл күйіңіздің өзгеруіне, жүйке жүйеніздің қызметінің өзгеруіне байланысты жиі ренжіген кезде, біреумен ұрсып қалған кезде, ашуланған кезде дереу ағзаңызда сізге сол жағдайларға қарсы жауап ретінде цистит пайда болуы мүмкін. Сондықтан циститтің қандай түрі екенін, қандай ем жасау керек екенін ең алдымен дәрігерге барып анықтап алғаныңыз дұрыс. Ал мен айтатын әдістердің барлығы тек дәрігердің тағайындаған негізгі еміне қосымша көмекші ретінде жасауға болатын әдістер. Егер мен ұсынған әдістер сізге көмектеспейтін болса, дереу емді тоқтатып дәрігерге барамыз. Себебі дер кезінде дәрігерге қаралмасаңыздар, жағдайыңызды және ауруды жедел ағымнан созылмалы ағымға өршітіп алуларыңыз мүмкін. Ал бұл өмір бақи сол аурумен дос боласыздар деген сөзді білдіреді. Олай болса кеттік. Жалпы цистит дегеніміз ол қыздарда, яғни жас қыз болсын, егде тартқан әйел кісі болсын, жас талғамайтын ауру болып табылады өкінішке орай. Сондықтан тұрмыс құрмаған қыздарда да кездесуі мүмкін. Егер тұрмыс құрмаған қыздар болатын болса, оларға осы әдісті пайдаланса циститке көмегі тиеді. Ең бірінші циститпен ауырып қалсаңыз, жатар кезде, яғни ұйықтар алдында міндетті түрде жақсылап жылы суға жуынып аласыз, одан кейін булау процесін жасауға болады. Булау процесі дегеніміз, қазір арнайы шөп айтамын, оны кез келген дәріханалар, яғни аптекадан тауып ала аласыздар, және де бағасы да арзан тұрады. Сол шөпті аласыздар, ол шөпті қайнатасыздар жақсылап, өзінің сыртында несі бар, нұсқаулығы бар, сол жерде қандай ауруға қанша мөлшерде, жалпы сыртқа қолданған кезде қанша мөлшерде, ішке қолданғанда қанша мөлшерде екенін сол жерден қарап оқып алсаңыздар болады. Сол мысалға календула шөбін аласыздар да, оны қайнатасыздар. Қайнатқаннан кейін сүзіп алып, таза суды арнайы ыдысқа құясыздар. Яғни мысалға тазикке құйсаңыздар болады. Соған сіз отырасыз, яғни жамбаспен отырып буланасыз. 10 минуттан артық отыруға болмайды. Ал температурасы 50-60 градустан асырмаймыз. Егер одан да жоғары градусқа отыратын болсаңыз, күйіп қалу ықтималдылығы бар. Осы булану процесі кезінде міндетті түрде үстіңізге жамылғы орап алғаныңыз жақсы, яғни үстіңіздің барлығы жабық болуы керек. Себебі булау кезінде, яғни өзі айтып тұрғанда буланып, яғни терлеусіз, организмдегі барлық суықты шығаруы мүмкін. Ал ол булау кезінде ешқандай желдену, суықтап қалуға болмайды. Сондықтан үстіңізге жамылғы жауып отырасыз, 10 минуттан кейін орныңыздан тұрып, дереу іш киімдеріңізді, балық
киімдеріңізді киіп аласыздар да аяқтарыңызға дейін жылы киініп бірден ұйқыға жатамыз. Және де түнде көрпе жамылып жылы жатуларыңыз керек. Себебі ағзаңыздың барлығы буланып, суық шыққаннан кейін қайтадан суықтап қалуға болмайды. Бұл әдісті тек қана 5-7 күн ғана жасаймыз, яғни күнде жатар уақыт алдында. Егер одан көп жасағыңыз келсе, етекір циклына қарау керек. Және де ескерте кететін жағдай, мен ұсынған емдер киста кезінде кистаны кез келген түрі болсын, және кез келген ағзаға шыққан киста болмайды, кистаға болмайды, миомаға болмайды, және жүктілік кезінде жасауға болмайды. Себебі жүктілік болсын, киста болсын, миома болсын, басқа ауруларыңыз болса, ол аурулардың ушығуына, және мысалы киста болатын болса, кистаның жарылып кетуіне алып келуі мүмкін. Ол кезде сіздің істейтініңіз ойнамай қалады, яғни адамнан айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан кез келген жағдайда үйде ем жасаған кезде оның асқынуына зер салсаңыздар екен деймін. Егер киста жоқ болатын болса, жүкті болмасаңыз, одан кейін ешқандай да миома, түзілістер, қатерлі ісіктер болмаса, онда жасай беруге болады. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Келесі әдіс, ол жалпы қыз болсын, егде жастағы болсын, тұрмыстағы болсын, барлық адамға болады, бірақ миома, киста және жүктілік болмауы қажет. Енді кәдімгі өзіміз ас үйде пайдаланатын тұзды аламыз. Жарты килограмм, яғни 500 грамм мөлшерінде тұзды аламыз, ас тұзын. Одан кейін оны табаға салып қыздырамыз. Ешқандай май, еш нәрсе қоспаймыз, таза тұздың өзін алып, жақсылап қыздыруымыз керек. Ол тұз ысиды. Сол тұзды арнайы матаға саламыз, қызып тұрған тұзды. Содан кейін ораймыз, ыңғайлы жастықша, яғни төсемше ретінде болуы керек, біркелкі жайылған тұз. Сол тұздың үстіне екі табанымызды, яғни аяғымызды қоямыз да тұрамыз сол тұздың. Бірақ тұзға тұрған кезде міндетті түрде үстімізде жамылғы болуы керек. Себебі тұз да ағзамыздағы барлық суықты алып шыққан кезде терлейміз қылшылдап. Сол кезде сәйкесінше суық тигізіп алмас үшін міндетті түрде жамылғы жауып алуыңыз керек. Бұл әдісті тек етеккірден кейін, етеккіріңіз келіп кеткеннен кейін жасаймыз. Егер етеккір келейін деп тұрған кезде, етеккір келіп жатқан кезде цистит мазалайтын болса, онда бұл әдістерді жасауға болмайды. Осыны да ескерсеңіздер жақсы болар еді. Содан кейін тұз суыған кезде міндетті түрде тұздан аяғымызды алып, жылы киініп, егер терлесеңіздер, киімдеріңізді ауыстырып тастап, міндетті түрде қайтадан ұйқыға жатамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, мен айтып жатқан әдістердің барлығы ұйықтар алдында, жатар алдында жасау керек әдістер. Енді келесі әдіс, ол булану әдісі. Бұл кезде міндетті түрде қазір дәрілердің атын, шөптерді міндетті түрде экранға шығаратын боламын. Осы екі шөптің бірін аласыздар да, міндетті түрде ең алдымен 5 литр суды қайнатамыз. Яғни арнайы қазанға құйып қайнатып аламыз. Ол кәдімгідей сақырлап қайнағаннан кейін жаңағы осы екі дәрінің біреуін алып, шөп дәрілерді аласыздар да, үлкен ас қасықпен бетін бірдей қылып, яғни үлкен қылып үйіп тұрып алмаймыз, тек қана қасықтың деңгейімен бірдей алып, екі үлкен қасықпен аламыз да, жаңа 5 литр суымызға саламыз. Ол суға салғаннан кейін тағы да бір рет бұрқыратып қайнатып аламыз 5 литрлік суды. Сол суды келесі булану жүретін ыдысқа, яғни сіз жамбасыңызды салып, кәдімгідей буланып отыратын ыдысымызға құямыз. Құйған кезде міндетті түрде осы сүзгіден өтіп арнайы марлымен нестеміз сүзіп аламыз. Себебі ішіне шөптер кетіп қалмауы керек. Себебі сіз барлық жаңағы жамбасыңызды салып отырғаннан кейін ол шөптер астыңғы жағыңызға жаңағы тітіркендіруі мүмкін, теріңізге батып қалуы мүмкін. Сондай қолайсыз жағдай тудырмас үшін міндетті түрде сүзгіден өткізіп аламыз 5 литр суды. Сол суға шешініп, аяғыңызды салмаймыз, тек қана жамбас бөлігімізді салып отырамыз. Бұл да 10 минут, 15 минут отыруымыз керек. Және де міндетті түрде үстімізге жамылғы жауып аламыз. Егер жамылғы жаппайтын болсаңыздар, сіздер терлейсіздер, терлеріңіз қатып қалуы мүмкін. Одан кейін суыды дегенде, қан жылым болды дегенде бірден тұрып, үстіңізде киімді ауыстырып, астыңызға киіміңізді киіп, дереу жатып қаламыз. Яғни бұл булану процесі болып табылады.
Енді келесі төртінші әдісіміз ол арнайы осы циститпен ауыратын қыз-келіншектердің өздері де білсе керек, арнайы шыны ыдысқа, яғни бутылкаға аламыз да не құямыз? Су құямыз. Қайнап тұрған, сақырлап тұрған суды аламыз да құямыз. Ол суды құйып алғаннан кейін сыртын орамалмен орап, аяғымызға, табанымызға басып отырамыз. Ешқашанда және қуық, жамбас аймағына басуға болмайды. Тек табаныңыздан жылу жібересіз. Сол табаныңызға басып, су суығанша 1-2 сағаттай уақыт кетеді, соны басып, үстіңізге көрпе жамылып жатсаңыз, жағдайыңыз жеңілдеу керек. Одан кейін су суғаннан кейін алып тастаймыз. Міндетті түрде шыны ыдысқа құюларыңыз қажет. Сақырлап тұрған суды, одан кейін табандарыңызға басып отырсаңыздар болады, немесе жатсаңыздар болады. Одан кейін келесі 5-ші әдіс, ол арнайы, қазір экранға шығарамын, 3 дәрі, шөптес дәрі, яғни фиточайлар. Бұл дәрі, мысалға, мүкжидек болсын, оны аласыздар да қайнаған суға 1 қасық саламыз, 1 қасық көлемінде саламыз, ас қасық көлемінде. Ешқашанда қасықты толтырып салмаймыз, қасықтың бетімен бірдей болу керек. Одан кейін 200 мл көлемінде қарапайым стакандарға алып саламыз. Оның үстінен қайнақ суды құямыз да 20-30 минутқа тұндырып қоямыз. Одан кейін сол ыдыста дайын болған тұнбаны 20 минуттан кейін іше берсеңіздер болады. Кейбір кісілерге шөптердің дәмі ұнамауы мүмкін, өзіңізге қалауынша бал қоссаңыз болады. Сөйтіп дәмін өзіңізге сай қылып реттеп аласыздар да ішесіздер. Және де ішкен кезде мөлшерін шамадан тыс көп мөлшерде ішпеу керек. 1 стаканнан 10 күн бойы, күнде 1 уақытта ішсеңіздер, пайдасын тигізуі мүмкін. Бірақ бұл кез келген циститтің өзінің негізгі емі бар, антибактериалды. Сол емге қосымша жүретін әдістердің бірі болып табылады. Және де егер дәріні ішке қабылдайтын болсаңыздар, емдеу курсы 10 күн. Одан аз немесе кем қылуға болмайды. Сонда ғана нәтижесін көре аласыздар. Егер мен ұсынған әдістер сізге біраз түсініксіз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер, мен сіздерге жазбаша түрде пікір білдіретін боламын. Менің барлық мақсатым, міндетім сіздерге денсаулықтарыңызды күтуде, соны қалыпқа келтіруде кішкене болса да өз үлесімді қоссам, менің мақсатымның, міндетімнің орындалғаны деп білемін. Егер арасында түсініксіз болатын болса, кешірім өтінемін. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер осы видеом 100 мыңнан артық көрсетілім жинайтын болса, мен міндетті түрде сіздерге үй жағдайында жасалатын тампон, яғни суықты алатын тампондарды жасап көрсететін боламын. Сондықтан құрбы, таныстарыңызға, жақындарыңызға, қыз-келіншектерге, яғни бұл канал тек қана қыз-келіншектерге арналғандықтан, барлық таныс, жақын қыз-келіншектерге жіберсеңіздер, сөйтіп менің каналымның дамуына үлес қосатын болсаңыздар, мен де сіздерге пайдалы ақпарат беруге тырысамын. Сау болыңыздар.